Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Бүгінгі тақырыпта Алланы зікір ету, яғни зікір деген сөздің өзі еске алу деген мағынаны білдіреді. Мысалы біз суретті айтамыз, мысалы билетті айтамыз тәзкира деп араб тілінде. Неге? Өйткені ол сізге айтып тұрады, мына уақытта ұшасың, яғни еске салып отырады. Сол үшін де зікір деген нәрсе отырып алып, бүйтіп шайқалып, бүйтіп дөңгеленіп аунау емес. Зікірде ол еске алу, Алла тағала. Сіз қандай халде еске аласыз, қандай жағдайда қалай Алланы еске аласыз? Бүгін сол туралы біз әңгіме айтатын боламыз. Дәл қазірде біз құрып отырған жоқпыз. Мен сіздерге бір билеуді немесе жаңағындай адамдарды алдауды, қалай ақша жасауды үйретуге келген жоқпын мен сіздерге. Мен сіздерге Алланы таныту үшін, Алланы зікір ету үшін, жүректеріңізге иман мен нұр болған білім қондыру үшін осы жиында отырмыз да. Сондықтан да альхамдулилля, Аллаға шүкір, осындай жиынға бізді жинап қойған Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады: сендерге бір хабар берейін ба дейді. Ең амалдардың абзалы, мысалы ойлайсыздар ғой, амалдардың ең абзалы не екен? Қазір жасап тастайыншы, бір сауап жинағым келіп тұр, иманым сонда бір көтеріліп тұр, намаз оқиын ба әлде, не істесем, садақа берейін ба деп ойланып тұрасыз ғой. Сол кезде айтады, ең амалдардың абзалы ол мал дүниеңді тазартады және ең биік дәрежеге сіздерді көтереді. Сонымен қатар қағазбен де, динармен де, дирхаммен де, садақа етуден де ең абзал амал сізді дұшпандарыңыз алдыңыздан шығып, одан озып кетуден де қарағанда Алланы зікір ету дейді. Ойлаңыздаршы, отырдыңыз, бір жағдай болып қалды, Алланы зікір еттіңіз, ішіңізден, жүрегіңізден шынайы сөз шықты. Ойлаңыз, ол сіздің қанша мыңдаған алтындарыңыздан да, тіпті өмірлік жеңістен де ең мықты болған амалдардың бірі. Хадисте айтады, үш амалға мен куәлік етемін дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам егер куәлік ететін болса, ол жақсы. Неге? Қияметтің күні біз шапағатшыға қатты мұқтаж болады екенбіз. Мысалы, осы дүниеде де мұқтажбыз ғой. Мысалы, соңға барып қалдың, қарасаң, бір шаруаң реттелмей жатыр да, бір таныстар керек болып қалады. Немесе бір жерге бардың, бір қағаздарды түсінбей жатсың, бір таныстар керек болып қалады да. Сол кезде ойлайсың, ана бір құдашам бар еді ғой, ана бір досым бар еді ғой, ана деп еске түсіресіз ғой. Сол кезде қуанып кетесің ғой. Мен қазір шаруам күшті реттеліп шешіліп кететін болды деп. Қияметтің күні ол кезде тіпті жаңағы анасы баласынан қашатын, достар қашады, күйеу әйелінен, яғни ешкім сізге жәрдем бермейтін күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жәрдемін қатты күтеді екенбіз да. Енді қараңыз, сол үмметінің қатарында болуымыз үшін біз әрине оның сүннетін ұстаймыз, хадисіне мән береміз, бірақ дегенмен де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынаны айтып тұр: мен 3 амалға кепілдік беремін дейді, мен гарант боламын деп айтып жатыр да. Бірінші амалы, өз нәпсісіне ынсапты болған адамға, амалға мен гарант боламын дейді. Яғни біз нәпсіміз бар біздің, ойнап тұрған, былай айтқанда, егер де біреу сізге сөз айтса, тап беріп оны жеп қоятындай, өз ақыңды ал, үндемей қалма, давай сөйле деп тұратындай сіздің нәпсіңіз бар. Соны ынсаппен ұстау. Нәпсіңді толық жоймайсың, ол бар нәрсе, өмір бойы сенімен бірге болады. Бірақ та соны ынсаптылықпен ұстау. Ынсаптылық деген совесть деп айтамыз ғой. Яғни нәпсіні дұрыс орынға жіберу. Ашуың бар сенің эмоцияларың бар, бірақ соның барлығын реттеп қолға ұстау әркімнің қолынан келмейді. Бірақ оны реттеп тәрбиелеп отыратын болсаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сізге гарант болады. Екіншісі, бауырыңа финанспен жәрдем бер, мал дүниемен жәрдем бер. Бәрімізде бар туысқандарымыз. Кейбіреулер қатты қарызға кіріп кетті, кейбіреулер жұмыс істейді, бірақ қолынан келмей жатыр да. Ондай болатын болса, мал дүниеңді не үшін сен тауып жатырсың? Егер де сенің туысқаның мына жақта бір қара нанға зар болып отырса, сенің туысқаның басқа біреуден зекет күтіп отырса, сенің туысқаның басқа біреуден садақа күтіп отырса, онда не үшін сен мал тауып жатсың? Сен сол ұрпақтан Алла тағала сені шығарды ғой, ерекше қабілеттер беріп, саған финансовый, былай айтқанда, мал дүниені көбірек қылып берді ғой. Ондай болса, не дейді? Садақаны ең бірінші жақыныңнан баста дейді. Біз садақаны тіпті мал дүние ғана емес, садақа тіпті жақсы сөз, білім,
поддержка, бұның барлығы садақа болып есептеледі. Тіпті жылы күлудің өзі, қазір қарасаңыздар, тіпті өзіміздің сүйікті күйеуіміз болсын, балаларымыз болсын, сырттағы проблеманы үйге алып келетін болған. Ойлаңыздаршы, жұмыстан жаман негативный келеді, ұрсып қалады, үйге келгеннен кейін әйелімен де ұрсады, сол күні настроение жоқ. Ол үйден жұмыстан ұрсып шықты, барады әйелімен ұрсады, бала шағасына ұрсады, сол күні қара түнек болады. Ойлаңыздар, ол сенің ең жақын адамың ғой, туысқандарың деген. Ешкім сен үшін тұрып бермейді, бір фамилия, бір қан, сол ғана ғой. Не үшін біз сондай бұл күліп позитивный көңіл күй берудің өзі де бір садақа ғой. Тастап кетші жаман мінезіңді сыртқа. Үйге келгенде қалай сыртқы киіміңді кіреберіске ілдің, аяқ киіміңді шештің, проблема сол жерде қалсыншы. Үйге кірген кезде садақа жасашы сен. Күлгің келмей тұрса да күлші оларға. Жақсы көңіл күй сыйлашы, өйткені сенің амандығыңды солар ғана Құдайдан қол жайып тілеп отыр емес па? Дұрыс па? Сол үшін де біз сырттағы проблеманы ішке алып келмеуіміз керек. Сонда отбасылық гармония туындайды. Ал әкеміздің қабағы түйіліп келсе, бәріміздің қабағымыз түйіледі. Анамыздың қабағы түйіліп келсе, барлығымыздың қабағымыз түйіледі. Кім жарқыраса, сол көңілі көтеріледі. Сол үшін де біз білейік, әрбір жақсы көңіл күй, әрбір жақсы насихат, әрбір сіздің қимылдап жатқан нәрсеңізді ниетіңіз арқылы Құдайдың разылығы үшін істеймін деп істесеңіздер, оның өзі садақа болады. Үшінші, ол Алланы еске алу. Алланы еске алып отырсыздар ма, зікір айтып отырсыздар ма, Алланың елшісі сіздерге былай айтқанда кепіл болады екен. Сондықтан да осы амалдар аз ғана амал, бірақ жеңіл амалдар. Бірақ ойлаңыздаршы, ол Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның алдында қандай керемет амал. Ертең сіздерге соған тұрып береді, айтады, менің құлым оны орындады, я Раббым деп айтайын деп тұр ғой. Одан кейін хадисте, Муаз ибн Жабалдан риуаят еткен хадисте бүйтіп айтады, кім Алланы еске алса, тіпті Алланың азабынан және Алла жолында күрескеннен де абзал екенін білсін дейді. Ойлаңыздар, Алла жолында күресу деген нәрсе Алланы еске алумен тепе-тең дәрежеде келе ма? Біреу ойлаңыз, біреу просто Алланы еске ала салды, ал біреу жанын қиып жатыр да, қылыш көтеріп былай айтқанда. Сондықтан да ойлаңыздар, мен Алланы еске алып жатқан кезде құтты жанын садақаға беріп жатқан адаммен теңесем деп. Өйткені Құран кәрімде уәлә зикруллахи акбар, Алланы зікір ету ол ұлы нәрсе деп айтты. Хасан Басри айтады, қайсы амал жақсы деп одан сұраған кезде, сен өлейін деп жатсаң да Алланы еске алу дейді. Қандай жағдай? Айтып жатқан жоқ. Кейде айтасың ғой, сабыр етсе, сабырың сенің деп ұрсады ғой біреулер. Жоқ, сол кезде сен зікір айтшы. Сен сол кезде Алланы еске алшы дегендей. Малик ибн Динар былай деді, Алланың жаратылысын біз сөз етеміз ғой. Адамдарды сөз етеміз, басқа да хайуандарды сөз етеміз, Бұл дейді, Алланы еске алудан гөрі жаратылысты еске алған бұл амалдардың азы, жүректің соқырлығы, өмірінің тар болуына алып келеді дейді. Біз қазір өстіп достарымызбен отырсақ, бір шайға барып қалсақ, анау кім, Қалима не істеп жүр екен, балалар сондай өп кетіп па, неше анау шекім, ана бір сен құдағиың бар еді, сөйтіп жүрген, Қарасақ біз шай ішіп отқан кезде де өзіміз зорға бір-бірімізді көреміз да, зорға бір-бірімізбен кездесеміз, туысқандық қарым-қатынас деген қатты кетіп жатыр араласпай. Соның өзінде де біз кімді зікір етіп отырмыз, кімді еске алып отырмыз, біреудің өмірін еске алып отырмыз да. Ал сол уақытта сен Алла туралы айтатын болсаң, мен осындай бір түнімен тахажжуд оқып едім, дұғам қабыл болды ғой. Тахажжуд деген не? Ол түнде тұрып намаз оқисың ғой, осындай ғой, осындай. Қараңызшы, өзіңіздің жасап жүрген амалыңызда нәтиже көргеннен кейін басқа адамға айта аласың ғой. Ал бірақ сен өміріңде немен шұғылданып жүрсің, аузыңнан сол шығады ғой. Яғни сіз кездескен кезде нені айтасыз? Адамдар бірінші ойында жүрген, миында тыныштық бермей жүрген нәрсесін айтады. Шығарып тастағысы келеді еткені. Сол үшін досыңмен кездескен кезде не дейді? Жалпы досың сенің ақыретті еске салмаса, ол дос емес деп айтады. Демек,
отырасың, отырған кезде, сөйлескен кезде саған айтып жатқан әңгімесі ол өмірлік оның ұстанымы. Сол үшін де ал адам егер де шынымен де Алланы еске алып, тек қана құлшылықпен, руханиятпен жүретін болса, ол адам соны шығаратын еді. Енді хадисте тағы да айтады, Алланы зікір ету иманыңызды біліммен нәрлендіру болады. Айтасыздар ғой, ұстаз, иман мәзіркет не істесем болады деп. Екінің бірі соның сұрағы сондай ғой. Намазым қызық болмай кетті, бүйтіп кетті деп. Онда зікір айт. Көп Алланы еске ал. Өйткені хадисте сөйтіп айтып жатыр. Себебі Алланы еске алу екі жүзділіктен аманда болады екен. Шайтанды кісендейді екен, тозақтан алыстайды екен. Ибн Аббастан риуаят еткен хадисте Алла тағала Закарияның баласы Яхияны пайғамбар етіп жібергенде, 5 нәрсені міндеттеген екен, осыны орындап жүр деп. Соның бірі Аллаға ғана құлшылық жасап, оған серік келтірме дейді. Ол құтты, сіз егер Аллаға ғана құлшылық жасап, оған серік келтірмесеңіз, тура соның сауабын жазам дейді. Мысалы, сіз қалай құлшылық жасайсыз, тура сол мөлшерде сауап аласыз. Мысалы, көп жұмыс істесең, көп ақша аласың. Аз жұмыс істесең, аз ақша аласың, дұрыс па? Тура сондай. Ойлап қарашы дейді. Мысалы, сен бір құл сатып алдың дейді. Ол енді қазір құл жоқ қой. Бірақ бір құл сатып алдың. Ол құлдың отбасы бар. Әйелі, бала шағасы бар. Сен оны үйге сатып алдың да, өзіне қызметші еттің. Ол жұмыс жасап жүр. Қарасаң, байғұстар тамақ жетпейді. Қиналып жатыр да, сосын не етесің? Ақша бересің оған. Мен де жұмысым жасап жүрсің ғой, менен босаған уақытта осы ақшаны дөңгелетіп ал, өсіріп ал. Немесе өзің қажеттілігіңді ал, бала шағаңды киіндір деп бересің ғой сол ақшаны. Ол құл алды да, сенің дұшпанына сол ақшаны берсе, қандай сізде сезім болады? Мынау жынды ма? Мен бұған жақсылық қалап тұрсам, мен бұған өн деп берсем, именно мен дұшпаныма берген емес деп ойлайсыз ғой, иә? Қарыңыз, Алла сізге өмірде Алланы тану үшін ми берді да, ми берді, көз берді, қабылдайтын бүкіл сезім мүшелерін берді, бірақ соны дұшпанға жұмсап отырып қойсыз. Алла сізге айтып тұрды, мен маған ғана құлшылық жасайтын бүкіл құралдары бердің ғой. Сіз оны шайтанның жолына жұмсап жатсыздар. Немесе Аллаға серік келтіретін дүниеге жұмсап жатсыздар. Проблемаңды жайнамаздың жайда маған айт десе, біз проблемамызды барып нумерологқа айтып жатырық та. Мен мынаншасыншы жыл туылғам, осы жылдан болып жатыр что-то. Ана паспортынан 1986 емес 1987 деп қоюым керек. Потому что 6 деген цифр ол сатанический белгі. Мен машинам номері 6 алды ғой. Мен әдейі алдым соны. Бәрі жазады оқыса, 6 алды. Мен айтым да, әй деп. Сен не, нумерологқа сенесің бе деп. Оны кім қойды? Егер де мен тек қана 6 бұл жолы болмайтын деген болса, менің туылған жылы 1986 болса, 6-шы айда болатын болса, мен Құдайға айтам ғой ертең, Аллахым, менің дым кінәм жоқ. Мен осы күнәні осы 6 деген цифр үшін жасадым. Өйткені сен маған осындай бақытсыздық нені бергенсің ғой. Қараңыздар, Алланың әділ деген сипатына нұқсан келе ме? Ақылға симай ма? Симайды. 1986 жылғы туылған адамдар бар. Олар да бақытты шығар. Олар да успешный шығар. Тіпті бір жатырыңыздан шыққан балаларыңыз бір-біріне ұқсамайды ғой. Біреуі әкім болады, біреуі саудагер болады, біреуі двоечник болады. Балаларыңыздың өзі ұқсамаған бір ана, бір әке, бір жатырдан шыққанның өзі сондай болып отса, бүкіл әлемді бір цифрға тықпыстадық. Бұл маркетинг, шарлатанство деп айтатын едім. Мейлі мені жек көрсеңіздер де. Неге? Өйткені халықты алдау. Сізге Құдай айтып тұрды, маған ғана құлшылық жаса, маған серік келтірме. Сіз цифрға серік келтіріп жатсыз. Сіз ағашқа серік келтіріп жатсыз. Бұның барлығы жаратылыстар. Ал Құдай айтып жатыр, не болса да менен сұра, мен жауап беремін дейді. Бірақ оны біз ысырып тастадық та, сөйттік та, әлсіз болған жаратылысты ұстап тұрмыз. Екінші, намаз оқы, намазға бұйырды. Оның сауабын оқығаныңа аласың деді.
бір кейде бір туысқандар болады. Менің қызым намаз оқиды, ой жақсы, сол андай да, бүкіл намаздың жауапкершілігін қызына артып тастағанда, қызым мені бір күні бір шығарып алады деген сияқты. Жоқ, әр адам өзі нені істейді, сол нәтиже алады. Емтиханға барған кезде сіз бір адамның басын көтеріп апармайсыз ғой, өз басыңызбен барасыз, жазасыз, 5 аласыз, 5 алдың. Бірақ сіз 5 алды екен деп, екінші сіздің сіңіліңізге 5 қоймайды ғой. Тура осындай да. Сіз құлшылық жасайсыз, Құдайдың алдында сауабын аласыз, ал сіздің туысқандарыңыз өзі не істеді, содан алады. Енді осының мысалсын былай деп түсіндіреді: сен ең мықты патша, президент бар, сен оның алдына кіре алмайсың. Бірақ кіруге бір мүмкіншілік болды. Кірдің, сені қабылдады, сенде енді қуанышыңда шек жоқ. Мені қабылдады, қазір мен айтамын, барлық проблеманы айтып аламын деп кірдің да, патша сені тыңдап отыр. Ешкімді қабылдамайтын патша сені қабылдады. Сен кірдің да, алақ-жұлаққа, люстралар күшті, мынандай болып тұрады екен, деп тұрсыз. Патша сізді қабылдаудан бас тартып жіберді. Неге? Өйткені сіз өз қажеттілігіңізді айтып отқан жоқсыз. Сіз әлі жан-жаққа, оңға соңға қарап отырсыз. Енді ойлаңыз. Осы жерде той кірген кезде неге айтып алмадым деп айтасыз ғой, тура сондай намаз деген нәрсе Құдайдан сұрау. Нені қалайсың? Тіпті инеге дейін, жіпке дейін сұрап алатын Құдайдан сұрамай, не істеп жатыр, намаз тез аяқталса екен, қазір намаздан кейін біреуге телефонмен хабарласа алсам екен, анау маған қарыз берген жоқ, Каспийголдпен ананы аударып жіберу керек. Міне ғой, біз Құдайдың алдына келіп тұрмыз, сұрайтын нәрсеңді орындайын деп тұр, бірақ оңға, солға миымыз қарап жатыр да. Осы намазда ықыласты арттыру үшін бір рет қазақшасын оқып шығыңызшы, асықпай. Не деген сөздер айтып жатсыз? Сіз араб тілін түсінбегеннен кейін оны жай ғана жаттанды сөз етіп айтып жатсыз, бірақ оны қазақшасын оқысаңыз, ойлаңызшы, Аллаху акбар деген сөздің өзі қандай? Алла, сен ұлысың деп бастадың. Бітті ғой? Миыңның бәрі сынды ғой? Алла, сен ұлысың. Алла, сен пәксің. Сен қара, қалай зікір етіп жатсың Алланы? Осы кезде сен қалай Алладан төмен болған нәрсені ойлай аласың? Міне, егер намазымда мен ойым шашыраңқы десе, қазақша бір оқып шық. Дауыстап оқып шық, өзің еститіндей. Сол кезде намаз оқып жатқан кезде мен жай сөз оқып жатқан жоқпын. Мен Құдайымнан сұрау үшін оқып жатырмын деп кірсеңіздер, оңға солға қарамайсыздар. Сахабалардың намазы сондай болған ғой. Шынайы тақуалық періштедей пәк болу емес, күн сайын өзімен күресе отырып Аллаға қарай жүру. Мінсіз кітабы осы жолда саған жарық болары сөзсіз. Біз үнемі идеалды болуға тырысамыз. Мінсіз жар, мінсіз ана, мінсіз мұсылман болуға. Бірақ Алла бізге мінсіз бол демеді. Ол бізге тақуалыққа ұмтыл деді. Мінсіз осы жолда өзіңді жоғалтпай, шын мәнінде кім екеніңді табу үшін жазылған кітап. Жаныңды емдеп, жүрегіңе тыныштық тапқың келсе, мінсіз кітабы саған тура жол көрсетеді. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өт. Үшінші, оразаға бұйырды. Оразаны қандай деңгейде ұстайсың, соншама сауабыңды аласың деді. Ойлаңыз, енді мұның былай мысалмен келтіріп жатыр. Сен соғысқа шықтың дейді, майданға шықтың. Үстіңде ыңғайсыз болған кең киім бар дейді. Яғни сауытың да дәу, үстіңде дулығаң да дәу, бәрі дәу сізге. Қылшыңды алай бересің, сауытыңдан дулығаң түсіп қалады да. Оны көтерейін дейсің да, қайтып алайын, сен түсіп қалады. Осындай адам жеңіске жете ме, дұшпанын жеңе ме дейді? Жеңе ме? Жоқ, сіз эмоция беріп отырсаңыздар. Жеңе алмайды ғой, Ол анау киіммен әлек болып кете ме? Ораза да сондай дейді. Оразаның құндылығын түсінбей, өзін тәрбиелей алмаса, ол жаңағыдай кең киініп алып, соғыс майданға шығып кеткен адам секілді дейді. Ол дұшпанын жеңе алмайды дейді. Сол сияқты біз нәпсіні жеңу үшін ораза ұстап жатырық емес па? Нәпсіні тәрбиелеу үшін ұстап жатырық емес па?
бір құтты қазір тек қана ашығып қана жүрсеңіз, сонда кейін киініп алған адам секілді өзіңізді елестетіңіз. Сол үшін де ыңғайластыру керек. Ол қалай? Нәпсіні четко тәрбиелеу керек. Төртінші, садақа беруді бұйырды, садақаңды берген сайын сауабың жазылады. Бұны мынандай мысалға теңеді. Бір адамның қолына тұтқынға түсті. Енді ол да заман жоқ, бірақ өтіп кеткен ғой. Енді соғыс болса, жеңілген тараптың әйелдерін, бала шағаларын тартып алатын болған. Сөйтіп оларды құл күң қылып тастайтын болған. Сен өзіңді сатып алу үшін ұсынасың жаңағы. Мен өзімді сатып алу үшін қанша баға төлейін деп айтасың. Саған айтады, осынша баға төледі, азат болып кете бер. Яғни адам өзін сатып алады. Егер сен ақшаң болса, туысқаныңның ақшасы болса, сатып аласың да шығып кетесің. Ал бірақ сенің ешқандай туысқаныңда ақша жоқ, өзіңде де ақша жоқ болса, не істейсің? Жұмыс істейсің. Білімді болсаң біліммен, қолыңнан күш келетін болса, онда жұмыспен, шаруамен сен тегін жұмыс істейсің да, бірнеше уақыт сол айлығың жеткен кезде өз басыңды босатып аласың. Енді қараңыз, садақа деген нәрсе бізді босатады. Неден? Тозақтан. Яғни біз қазір өзімізді өзіміз сатып алып жатырық. Садақа берген кезде сіз келесі адамның жағдайын ойламай-ақ қойыңыз. Келесі адамның жағдайын сіз ойлаудың функциясын Құдай берген жоқ. Әр адамның ризығын Алла береді, және Алла реттестіреді. Сіз өзіңізді азат етіп жатсыз. Садақа бергенде сол үшін міндетсінбеңіздер. Анау, ойбой, қазір анау не шықты ғой, НДС деген нәрсе шықты ғой, налог. Анау бұрын үйге жинаған блогерлер шырылдап жатыр ғой. Сол кезде астындағы комментарийді көрсең, бір миллиондап долларлап садақа бергендей жазады ғой. Сауап болды, құтырып жүр, біздің ақшамызды алып, үй алып, машина алып дейді да. Сөйді 100 теңге да. Сен жасадың, сауабыңды алдың, болды емес па? Ары қарай не үшін тексеріп жатсың сен? Онда демек сауабы жоқ. Сол үшін біз садақа бергенде өзімізді азат етеміз. Өзіміз үшін ғана береміз. Бесінші, Алланы еске алу, Алланы зікір етуді бұйырды дейді. Бұны мына мысалға теңеді дейді. Бір қауым бар дейді да. Ол қауым үлкен бір қамал соқты дейді. Үлкен бір қамал соқты. Дұшпаны оған жау шауып келген кезде сол қамалға келіп, қамал есігін ашты дейді. Дұшпан кірді, есік жабылды да, дұшпанды сол қамалдың ішінде алып қырып жіберді дейді. Енді қараңыз, Алланы еске алу тура сондай дейді. Біз Алланы еске алған кезде дұшпанымызды қапасқа саламыз. Шайтан азғырамай қалады бізді. Сол үшінде Алланы еске алуды бұйырды дейді. Қаншалықты аласың, соншалықты сауап аласың. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыны айтып отырып, мен де сендерге осы 5 қасиетті бұйырамын да, және мынаны да бұйырамын деп, тағы да 5 нәрсені бұйырды дейді. Біріншісі ол жамағат. Мұны осындай жиналыстар. Мешітке барсаңыздар да, бір ұстаздың сіз несі боласыз? Жиналған жиыны боласыз. Айтқанда подписчигі боласыз ғой. Сондықтан да көптің күші бірлікте дейді. Барлық адам бір ғана ойда болатын болса, мақсаты бір болатын болса, ешкім оларды сындыра алмайды. Жан жақтан талап, бірің ойы бір аяқта, бірің ойын ана аяқта болатын болса, пожалуйста, шетінен келіп жейді. Ана бір 3 сиырдың әңгімесі ше? Сонда үшеуі мықты, 3 бұқаның әңгімесі. Үшеуі мықты болып тұрады сол кезде. Түлкі де қасқыр да жей алмайды ғой оларды. Өйткені келген кезде үшеуі де бүйтіп мүйіздерін қарап тұрады. Сонда олар біртіндеп азғырады ғой барып. Сен білесің бе, ана 2 бұқа сені жамандайды деген сияқты ше. Сөйтіп анаған күмән ұстап қалады да бөліне бастайды. Өйстіп үшеуінде не істейді? Жеп қояды. Ал біздің қазір ойымыз, біреуміз, ойбай ана шетелдің анаусын ұстанамын мен. Ойбай мен қазақ болғаныма намыстанамын, мен араб болып туылуым керек еді деген сияқты ой жүретін болса, ешқашан ол жерде ынтымақ болмайды. Сол үшін бізде 4-еу түгел болса төбедегі келеді деп не үшін айтып жатыр? Ынтымақты айтып жатыр.
екіншісі ол тыңдау. Тыңдамаймыз ғой. Тіпті кешеде эфирде отырып айтып жатырмын ғой. Не ертең анда шәуәлді ұстаған кезде жоқ 1045 рет бір сұрақты қояды ғой. Тыңдамайды адамдар қазір. Тыңдағысы келмейді да. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыңдауды бізге бұйырып жатыр. Егер ол дұрыс сөз болатын болса, тыңдаңдар дейді. Үшіншісі ол бойсыну. Ең қиын нәрсе да. Тәкаппар адамға бойсыну өте қиын. Нық болып қатып қалған адам иілмейді. Жұмсақ нәрсе иіледі. Мінезі қатып қалған, әбден мен деп қалған адам иілмейді. Бойсыну деген нәрсе ол жерде де не бар? Жұмыс алға жылжу бар. Егер сіз бір компания ашсаңыз, жұмысшылар алсаңыз, жұмысшыларыңыз бойсынбаса, сол компания дамый ма? Дамымайды. Тыңдамайды өйткені сіздің. Ал егер ол бойсынып тұратын болса, бірлік бар. Одан кейін көшу. Яғни ол замандарда қиналған, мысалы, дінді рұқсат бермей қиналатқандар не істеді? Басқа қалаға көшіп кетті ғой, Алланың жері кең деген секілді. Сол үшінде оларға сол жылы хижра жасау болды. Хижра ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көшімен тоқтады болды. Енді хижра жоқ енді. Бесіншісі ол күресу. Бұрынғы замандарда кәдімгі қылышын алып күресетін еді, қазір біз өз-өзімізбен күресіп жүрміз ғой. Өзімізден асқан дұшпан болмай қалды ғой. Енді кім надандық кеңдігіндей шақырса, онда тозақ отына дайындала берсін дейді. Яғни осы мысалы 5 қасиетті жасамадың ба, осы тағы да берілген 5 қасиет жасамадың ба, онда ол сен надандықтың есігін ашып жатсың деген сөз. Енді Абдулла ибн Умайр былай деп айтады. Альхамдулилля деп айтқан кезде, Аллаға шүкір деп айтқан кезде, аспан есіктері ашылады дейді. Біз жай ғана альхамдулилля, Аллаға шүкір деп айтамыз ғой, аспан есіктері ашылады. Аллаху акбар деп такбир айтқан кезімізде, Алла ұлы деген сөзді айтқан кезде, аспан мен жерді толтырады сол сөз дейді. Одан кейін субханалла деп тәсбих айтқан кезімізде, Алладан басқа ешкім білмейтін сауап беріледі дейді. Егер де осылар материалдық тұрғылықта бар ғой, шығып жататын болса, біз жарысатын едік. Мен күлкен болсын, мен күл. Сол кезде біз зікірмен жарысатын едік. Құдайға құлшылық жасаумен жарысып кететін едік. Құдай жасырып қойғанда, әркім өзінің ішінде жүрегімен жасайтындай қылып. Әйтпесем, біз намаз сатып жіберетін едік қой. Үй соғып жарысқан секілді, менің крышам сенің крышаңнан қарағанда үлкендеу керек, менің машинам сенің машинаңнан қарағанда биіктеу болу керек деген сияқты. Менің зікірім сенің зікіріңнен биік болу керек деген сияқты. Алла айтады, менің құлым өзі зікір етеді, жалғыз өзі. Мен де оны өзімді зікір етемін, еске аламын. Егер менің құлым жалғыз зікір етсе, мен де оны жалғыз зікір етемін. Егер мені толық зікір етсе, мен де оны толық зікір етемін. Одан да жомарттылықпен зікір етемін. Қайсы пенде төсекте жатып мені еске алса, сөйтіп ұйықтап кететін болса, оянғанға дейін зікір етуші деп жазам дейді. Сол үшін де тек қана Құранды отырып емес, сіз жатып та айта аласыз. Қарашы, Алла тағаланың діні жеңіл ғой. Жүрсең де, тұрсаң да, жатсаң да, жамбастасаң да зікір ете бер дейді. Арнайы барып, тек қана мешітте зікір етсең ғана қабыл болады десе, онда бізге қиын болатын еді. Дана кісілер айтады, Алланы зікір ету, сіздің енді қателіктеріміз бар, біздің күнәларымыз бар ғой, соны жоюшы. Кім Алланы еске алса, Алла оны кешіріммен сұраған пендесін еске алады. Мысалы, біз Алланы еске аламыз ғой, біздің барлығымыздың мақсатымыз күнәмізді жойса екен деп тұрмыз да. Демек, Алла сенің күнәңді жояды дейді. Әли ибн Аби Толиб былай деп айтады. Осы қызық. Зікір, бұл зікір үйретушілердің арасында болады дейді. Иман екі қылыштың арасында болады дейді. Күнә екі парыз арасында болады дейді. Ол қалай дейсіз ғой, қараңыз. Біріншіден, зікір ету екі зікіршінің арасында болады дегені, бұл тауфиқ мәселесімен екен.
Тауфиқ деген не екен білесіздер ма? Тауфиқ деген араб тілінде уафақа сай келу деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің тағдырымыз бар, білеміз тағдырымыз бар, тағдырымыздағын көреміз деп қоямыз да. Бірақ өзгеретін де тағдыры бар, оны да білеміз Енді қараңыз, сіздің зікір етуіңіз Құдайды тауфиқ арқылы дейді. Алла сізді осы жерде зікір етеді деп жазған дейді. Осыны естіген кезде жүрегіңде мынандай болады да: Аллахым, сені зікір етуді маған жаздың ба? Алланы зікір еткенде ерекше махаббатпен етесің ғой. Неге? Құдаймен менің қалауыма сай келді деп. Сол үшін зікір етуші екі зікіршінің арасында деген осы. Бірі Алла жазды сізді зікір етеді деп, сіз соны орындадыңыз. Ал иман екі қылыштың арасында деген, бұл өмірде сіз күресесіз. Бұл майдан, соғыс майдан. Осы жерде сенде де қылыш бар, анада да қылыш бар. Жеңілсең, иманың өлді деген сөз. Күнә тұрады алдыңда, күмәнді нәрселер тұрады. Осы нәрселерді или сен жеңесің, или жеңілесің ғой. Сол үшін сіздің иманыңыз осындай дәрежеде. Үшінші, ол сіздің күнәңіз екі парыз арасында деген сөз. Ойбай, бір намаздан кейін екінші намазбен күнәм кешіреді деген сияқты емес, былай деп айтады. Күнә істедің ба? Біз харам нәрсе істеп қоямыз ғой, Күнә істемеуің парыз, істеп қойсаң, тәубе ету парыз дейді. Демек, қателестің ба? Дереу сәждеге түс. Қателестің ба? Құдайдан сразу кешірім сұра. Міне, осы күнә екі парыз арасында деген әңгіме осы жерде екен ғой. Ибн Аббас, ол кісі білеміз, күшті Құранды тәпсірлейді ғой. Сонда мына жердегі Нас сүресінде «Уамин шаррил васвасил ханнас» деп айтқан аятта былай деп айтады: адамның жүрегінде ұйықтап жатқан шайтан болады дейді. Ол Алланы еске алған кезде, ол шайтанды біз шегіндіреміз дейді. Ал біз Алланы еске алмай, ғапыл болып қалған сәтте, ол бізді иеленеді дейді. Сол ішінде осы аятты осылай деп ол кісі тәпсірлеп берді. Сол кезде біз Аллахым осындай хоннас болған шайтаннан бізден аулақ қыл деп біз Нас сүресін оқыған кезде Құдайдан сұрайды екенбіз ғой. Біз Құранды оқып жатқан кезде ойламайық, мынау бір қауымның тарихы, мынау ойбай деп, жоқ, сіздің ішінде Құдаймен деген байланыс, Құдаймен деген дұға кетіп жатыр ғой. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: әр нәрсенің жылтыратушысы бар. Полировка деп айтамыз ғой. Ойбай, машинаны егер полировать етпесе түр жаман болады. Мына тырнақты полировать еткен кезде жылтырап әдемі болып қалады ғой. Сол сияқты әр істің өзінің жылтыратушысы бар дейді. Ал жүректі жылтыратушы ол Алланы еске алатындар дейді. Жүрегіміз жылтырайды екен сол кезде. Ибрахим әл-Нахи былай деп айтады: адам үйіне кірген кезде Алланы еске алып кіретін болса, шайтан үйіне кіре алмай қалады. Кімде-кім бүгін маған бұл үйге түнеу харам болды деп кірмей қалады екен. Ал кімде-кім тамақ жейін деп жатқан кезде Алланы еске алатын болса, шайтан айтады екен: бүгін мен бұл үйден тамақтан алмаймын. Үмітсіздікке ұшырадым деп айтады екен. Бүгін маған не үміт те жоқ, не тамақ та жоқ деп айтады екен. Айша радиаллаху анха былай деп айтады: біреулерің тамақтанып жатқан кезде бисмилля деп айтсын дейді. Ал ұмытып кетсе, басынан аяғына дейін бисмилля деп айтады. Анас ибн Маликтен келген хадисте былай деп айтады: Ібліс Құдайдан былай деп сұрайды: я Раббым, енді ол енді Алланың рахметінен қуылды ғой. Сол кезде былай деп айтады: адамның ұрпағын сені еске алатын менің үйімді жараттың ба деп сұрайды. Түсіндіңіздер ме? Адамның ұрпағынан Алла сені еске алатын үйді жараттың ба дейді. Сонда иә дейді. Ол не десе дәретхана. Біз дәретханаға кірген кезде не істейміз? Дұға
дұға айтамыз. Яғни біз шайтанның үйіне кіріп бара жатқаннан кейін не істейміз? Алланы еске аламыз. Екінші, менің отыратын жеріме адамдар жиналатын орын жараттың ба дегенде, ол айтады екен, жараттым. Не ол десе, базар деп айтады. Біз базарға кіргенде не істейміз? Зікір айтамыз. Одан кейін менің оқитынымды оларға оқитын ететін сөз жараттың ба дегенде, жараттым дейді екен. Ол не десе? Өлең. Анандай шахуатты қоздыратын өлеңдер болады ғой. Сенің бел, қыпша бел, ойбай деген секілді. Шахуатты қоздыратын. Енді менің сөзімнен болған сөз жараттың ба дегенде, я дейді. Ол қандай десе, өтірік дейді. Менің елшілігімнен елшілік жараттың ба дегенде, я дейді. Ол не десе, болжамшылар дейді. Жаманда осы болжамшы деген андай білескің келіп қалады, болашағыңды білгің келіп қалады, бірақ біліңіздер, бұл шайтанның амалы. Менің кітабымнан қандай кітап жараттың деген кезде, тәнді әшекейлеу дейді, ана татуировкалар бар ғой. Менің құрығымнан қандай құрық жараттың дегенде, әйелдер деді ғой. Әйелдерге сәл азғырып қойса қиын екен да. Сол үшін байқап жүруіміз керек екен ғой біздер. Сәл адассақ, сол үшін қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі деген бекер айтпаған екен ғой. Біз азғырылсақ, біз баламызды да, күйеуімізді де бүкіліне әсер беріп жүреміз. Біз мықты болсақ, сол үшін де бізге көп білім алу керек екен. Одан кейін менің тамағымнан қандай тамақ жараттың дегенде, менің есімім айта алмағанда тамақтар деді ғой. Яғни бисмилласыз жеген тамақ, ол шайтанның тамағы. Менің ішімдігімнен қандай сусын жараттың дегенде, барлық мас қылатын нәрселер. Дана кісілер былай деп айтады: 5 нәрсені мен сендерге өсиет етем. Осы 5 нәрсені амал етіңдерші дейді. Бірінші, мынау күшті инсайт өмірлеріңізге. Басыңа не жетсе де, Алладан деп айт, жаратылысқа ренжімейсің дейді. Қандай сынақ келсе де, осы мынау Айша айтпағанды соны істемейтін едім. Үнемі сол Айша мені сөйтекте жүреді. Помниш, ана жолда осылай істеді деп біз Айшаны ана жерде кінәлап жүреміз ғой. Ал ойлаңызшы, біз иман келтірген мұсылман емеспіз ба біз? Тағдыр деген нәрсе бар емес па? Өз қолыңмен жасайтын тағдыр деген нәрсе бар емес па? Ал шамаң жетпеді түзей алуға, онда Алладан деп айтуға не ауырлық келді бізге? Сол кезде Алладан деп, альхамдулилля, Алладан келді деп айтсақ, біз ешкімге ренжімейді екенбіз, ешкімнен күтпейді де екенбіз. Екінші, тіліңді сақтасаң, жаратылыстан өзіңді құтқарасың, Алладан сол үшін жауап бермейсің дейді. Тіліңді сақтау, біреу туралы өсек айтпа, жамандама, тұхмат істеме. Болды, сенің тілің жаратылыс туралы әңгіме айтқан жоқ, сен жаратылыстан құтқарылдың. Алланың алдында ертең басыңды салбыратып, сол сөзің үшін ұялып тұрмайсың да. Үшінші, Алла ризық беруде өз уәдесінде шынайы болды деп сен дейді. Сол кезде дейді, сен бойсұнған момын боласың дейді. Қалай ол? Егер біз біреудің жетістігін көре алмасақ, біреудің ақшасын санап отырсақ, бала шағасын санап отырсақ, демек Алла сізге ризықты бөліп берді дегенге сенбейсіз. Сізге өзіңізге лайықты берді. Мысалы, машиналардың айтамыз ғой, ойбай, 5-те 5, 1,5, 1, 2 деп бөлінеді ғой машиналардың объемын, білесіздер ма? Не үшін? Бензин соға дейін жетеді оған. Яғни күші сондай ақ. Сіз сол 1,5 литрлік бензинға 5 литр бензин құясыз ба? Құймайсыз. Сол сияқты біздің өзіміздің өмірімізге керекті болған ризық несібені Алла беріп жатыр. Бірақ біреудің объемы 5, біреудің объемы 1. Бірақ 1 болып тұрып 5 сұрай алмайсыз ғой. Сіз ол үшін 5 болуыңыз керек та. Түсіндіңіздер ма?
сол кезде мына көре алмай жатсаңыз іште, менің объемым бір ғой, Алла маған өзіме есеп қисап қылып беріп жатыр. Демек оның объемы көбірек екен, Алла көбірек беріп жатыр. Аллахым, менің объемымды көбейтесің ба деген сияқты солай дұға ету керек та. Ал біз не істейміз? Ана адамды көре алмай, соның әйтеуір жолын жабу үшін мен бүйтем, сөйтем деп біз шайтанның жолын таңдап кетеміз да. Сол үшін Алла ризық беруде шатаспайды, шынайы болады деп сенген адам, ол тәуекелшіл бола алады, ол батыр бола алады, ол еш нәрседен қорқпайды. Төртінші, өлімге дайындалып жүр дейді. Сонда өліміңде ғапыл болған халде өтпейсің. Біз 5 уақыт бойы ойлаймыз. Аллахым, саған барамыз біз деп ойлап тұрамыз да, намазымызды орындаймыз. Бірақ өлім туралы ойлап, өмірден түңіліп кеттім деген сөз емес. Не істейсіз? Наоборот, алға қарай мотивацияңызды ашасыз. Бірақ андай суицид жасап кету деңгейге баруға болмайды да. Ақыр өледі екен, қазір-ақ өле салайын деп. Жоқ. Біз дайындалып жүреміз. Дайындалып жүрген мұсылман қандай болады? Ла иляха иллалла деген сөзді көбірек айтып жүреді. Неге? Вдруг өлім келген кезде тілімде дайын тұрсыншы деп. Сол үшін мұсылман адам тіпті көлікке мінсе де, үйінен шықса да, тұрса да, отырса да не істейді? Дұға айтады, зікір айтады. Неге? Білмейсің ғой, бір шақтан кейін не болатыныңды. 5-ші, Алланы қай жерде болсаң да еске алып жүр, сонда барлық жамандықтан құтыласың дейді. Күшті, осы 5 нәрсені амал етіп жүріңіздер. Енді мынандай ғалымдардың сөзі бар. Кейде саған сауап та, күнә да жазылмайтын бір сөздер болады. Сол кезде Алланы еске алғаның жақсырақ дейді. Мысалы, оған сауап та жазылмайды. Сен ғайбат та айтып отқан жоқсың. Сен күнәні де айтып отқан жоқсың, сауап та істеп отқан жоқсың. Бірақ сол сәтте просто тілің бос тұрмасыншы, зікір айт дейді. Ол саған жақсы пайда береді дейді. Енді Фадл ибн Ияд деген кісі былай деп айтады. Кімнің үйінде Алланы зікір етсе, құтты қараңғы болып тұрған кезде свет өшіп қалады ғой. Сол кезде не істейміз? Бәріміз свечи жағамыз, шам жағамыз да, соның айналасында отырамыз ғой, қалған қараңғы жерге бармаймыз ғой, бәріміз свечи жанса, соның жанына жинала қаламыз. Сол сияқты кімнің үйінде Алланы еске алатын болса, аспан иелеріне сол үй сондай жарық болып көрінеді екен. Сол жерге періштелер үймелейді екен. Құтты біз, бала-шаға кішкентай кезімізде солай шамды жағып алып, бәріміз үйіліп отырамыз, тура солай болады дейді. Ал кім Алланы еске алмайтын болса, сол үйдің іші толықтай қап-қараңғы болады дейді. Сол үшін біз намаз оқып жатқан кезде не үшін? Жақсылықтар келеді, тілектер орындалады, бала-шағаңыздың бәрі бақытты, гармония келеді. Неге? Өйткені сіз жақсылық шақырып жатсыз. Муса алейхиссалам Алладан былай деп сұрайды: "Я Раббым, сені жақсы көретін және сен жек көретін пендеңді көрсетші маған" дейді ғой. Сонда Алла айтады: "Мен пендемді жақсы көрсем, оған 2 қасиет берем." Ол қандай қасиеттер екен? Мынандай. Біріншісі, оның жүрегіне мені еске алатын етіп жаратып қоям дейді. Сондай ғам жаратып қоям. Постоянно мені еске алып жүру керек деген сияқты сондай ғам жаратып қоям. Сөйтемін да оған бүкіл аспан мен жердегі періштелерді оған зікір ету үшін дейді. Оған еске алу, оны еске алу үшін дейді. Яғни, егер біздің жүрегімізде бір қандай да ғам болса, Алланы еске алу керек, Алланы зікір ету керек дейтін болса, онда қуану керек. Біз Алланы сүйіктіміз деген сияқты. Өйткені сіз еске алған сайын, періштелер де сізді еске алады. Екінші, оның мені ашуландыратын және харамға кеткен нәрселерден сақтап қоямын дейді. Себебі оны ертең азаптап, бақытсыздыққа ұшыратпас үшін дейді. Сол үшін күнәдан бас тартқан кезде біліңіздер, сіздің жүрегіңізді Алла Тағала соған дайындады. Демек, Алланы сүйікті пенделер қатарындамын. Енді қараңызшы, сүйіктісін кім ренжітеді? Сен жақсы көріп тұрған адамға жамандық істемейсің ғой. Сол сияқты Алла сені жақсы көріп тұрса, сіз күнәдан оңай бас тартасың. Егер мен бір пендені жек көрсем, оған 2 қасиет беремін дейді. Біріншісі,
мені еске алудан ұмыт тұрамын. Сөйтіп екеуміздің арамыз алыстайды, тіпті мен де оны ұмытып кетем дейді. Екіншісі, ол менің харамымды ашуыма тиетін нәрселерді жасайды, оны мен бақытсыз етемін және де ертең азаптаймын дейді. Енді қараңыздар, осы жерде сіздерде инсайт алуға болады. Қалай? Сен қандайсың, Құдай да сондай болады. Сен Алланы еске алсаң, Алла сені еске алады. Алланы ашуландырсаң, Алла ашуланады. Саған иманыңды танытса, демек Алла тағалам сені жақсы көреді. Қазір шүкір, Алланы танымаймын деген пенде отқан жоқ шығар не жерде. Онда Алла сүйген үшін танытқан екен. Онда қуануға болады да. Енді сүйіктіңді ары қарай қуанту үшін мен не істей алам деуге керек та. Одан кейін сен таңдауыңды дәл қазір жаса дейді. Или сен қазір Алланы еске аласың, сүйіктіңе сүйікті сөзін айтасың, немесе бас тартасың. Одан кейін біліңіздер, зікір ету ол бақыттылыққа жетелейді. Ешқашан зікір еткен адам бақытсыз болып қалмайды. Одан кейін, егер күнә жасай берсең, онда біліп қой дейді да. Сен Алладан алыстап бара жатсың. Алладан алыстамау үшін көбірек зікір айт дейді. Күнә істедің бе, зікір айт. Аллахым кешірші мені, қателестім мен деген сияқты. Одан кейін, бақытсызбын дейтін болсаң, онда зікірді әдеттендір. Сол үшін қыздар, мәжбүрленуші болмайықшы. Мәжбүрленуші деген не? Тағдырым мен осындай болған еді, мен енді істей алмаймын. Жоқ, қолыңа ал. Сен дүниеге келдің, қыз болып келдің, әйел болып келдің. Тағдырыңда өзгертілмейтін бір зат бар. Сен қазақ болып келдің. Сен альхамдулилля мұсылман болдың. Аллаға шүкір. Қол аяқ, бойың қандай, түрің қандай, бұл өзгертілмейтін тағдырлар. Бірақ саған Алла тағалам ми берді да, ақыл берді. Ары қарай тағдырыңды көркемде деп. Енді таңдау жасау керек. Ал ақылыңызға дұрыс нәрсені үйрету үшін сізге білім керек. Сол үшін үнемі білімге қызығыңыздар, білімді адам болыңыздар. Сахабалардың бірі малын ертіп келе жатып, сүрініп құлап қалды екен да, сонда бүйтіп айтады екен. Ой, шайтан мені шалындырды деп. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады екен, шайтан шалғыншы деме. Үйтетін болсаң, проблемаңды үдей түсіресің, яғни проблемаң көбейе береді деді. Одан да бисмилля деп айт дейді. Сонда сенің проблемаң шыбындай ұшып кетеді дейді. Шынайы тақуалық періштедей пәк болу емес. Күн сайын өзімен күресе отырып, Аллаға қарай жүру. Мінсіз кітабы осы жолда саған жарық болар сөзсіз. Біз үнемі идеалды болуға тырысамыз. Мінсіз жар, мінсіз ана, мінсіз мұсылман болуға. Бірақ Алла бізге мінсіз бол демеді. Ол бізге тақуалыққа ұмтыл деді. Мінсіз осы жолда өзіңді жоғалтпай, шын мәнінде кім екеніңді табу үшін жазылған кітап. Жаныңды емдеп, жүрегіңе тыныштық тапқың келсе, мінсіз кітабы саған тура жол көрсетеді. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өт. Сол үшін жертва адамды ешкім ұнатпайды ғой. Өзі ғана пәк, елдің бәрі қателесуші. Ондай адамдармен тіпті сөйлескің де келмейді да. Неге? Ол адамға жақсылық жақпайды. Сол үшін әрбір проблемада өзімнен болды деп қарайтын болсаңыз, шешімі табылады. Біреуге қарататын болсаңыз, сол адам шешіп бере ме екен деген ой тұрады сізде. Ал ол оны ойлап та жатқан жоқ сізді. Жаңа Айша ойлап та жүрген жоқ сізді. Сіз сол Айшаға үміттеніп жүрсіз ғой. Жауапкершілікті алам екен деп. Айтасыз да, мен Айша соны айтпағанда мен істемейтін едім. Мәжбүрлеген жоқпын ғой деп айтады да ол. Сосын ұрса бастайсыз. Енді Нафи ибн Жубайр былай деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады екен хадисте. Мәжілістің кафараты, кафарат деген не ол? Өтем, иә, андай былай айтқанда штраф қой біздің қазіргі штраф дейміз ба, андай парковкаға да төлейміз ғой, төлем ақы деп айтамыз. Мысалы,
сол мәжілістің кафараты, қазір отырсыздар сіздер, мәжіліс, мынау көп адам жиналғанда мәжіліс дейді, жиналыс. Кім мәжілістен тұрайын десе, былай деп айтсын дейді. Қазір тұрайын дегенде соны айтасыздар, мақұл ма? Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха иллаллах астағфирука ва атубу илейх. Субханака Аллахумма, Аллахым сен пәксің. Ва бихамдика, бүкіл мақтау саған болсын. Сенен басқа ешқандай құдай жоқ, мен сенен кешірім сұраймын, саған тәубе етемін. Осы сөзді айтса дейді, мәжілісі зікірмен болса, ол қияметке дейін мөр басылады ол адамға дейді. Мейлі далбаса мәжіліс болса да, оған кешірілім беріледі дейді. Кейде бір жиналысқа барасың, жиналыс болғанда да бір, енді туған күнге или жаңағыдай бір шақырған қонаққа барасың, бірақ ол жерде ешқандай бір уағыз болған жоқ, айтасың, туф, бір түрлі болып келесің ғой, Алланы еске алған жоқпын, бүттім, сөйттім. Бірақ сол кезде осы сөзді айту керек екен ғой. Сол кезде осы зікір арқылы сіздің сол орныңыз зікір еткен деп мөр басылады екен. Хотя ол зікір еткен жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім базарға кіргенде былай деп айтсын дейді. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах лахул мульк ва лахул хамд юхи ва юмит биядихил хойр ва хуа аля кулли шейин қадир деп. Алладан басқа ешқандай құдай жоқ, және оған серік келтірмейміз. Аллаға бүкіл патшалықта мақтауда. Алла тірілмеген, Алла өлмейді. Ол мәңгі бақи тірі, өлмейді. Аллада бүкіл жақсылықтар бар, Алла барлық нәрсеге құдіреті жетеді. Өстіп айтып кірген кезде базарға, сонда сіздердің покупкаларыңыз, сатып алатын нәрселеріңіз осознанно болады. Анау бетесіз ғой, бір булка нанға келіп едім, бірақ көп нәрсе апыстағысын, күйеуіме не деп айтам, мен 30 мың жаратып қойдым ғой, маған негізі 10 мың теңге берді деп айтамыз да. Ал егер сіз осы дұғаны айтып кірсеңіз, шайтан сізді азғырмайды ғой. Анау қарқаны күшті деп айтпайды да. Сіз ойланасыз, алайын ба, алмайын ба? Егер сіз осознанно түрде айтсаңыз, сіз отчетыңызды да осознанно айта аласыз. Мынау маған керек болғаннан кейін алдым деп. Айтпесем анандай бүйтіп тұрамыз ғой. Нағып алдың десе. Қызық қалды білмеймін деп ше. Білмеймін, нағып қалды деп. Сосын барып сізге айтады да, келесі жолы базарға менімен бірге барасың деп. Уже сізге жауапкершілік бермейді да. Неге? Өйткені сіз оңды сол жарата алмайсыз да ақшаны ше. Енді осы сөзді кімде-кім базарға айтқан кезде, кірген кезде айтатын болса, Алла оған мыңдаған жақсылық жазып, мыңдаған жамандықтарын кетіріп, және мыңдаған дәрежеге көтереді дейді. Дана ғалымдар бүйтіп айтады, Алланы зікір етіңдер, ол ең абзал ғибадат дейді. Алладан басқа ғибадаттың өз өлшемі бар. Мысалы, сіз намаз оқысаңыз, мынаншама береді. Құран оқысаңыз, әрбір әрпіне 10 есе береді деп айтқан. Сіз және де бір ғибадатты жасауыңыз үшін арнайы уақытты қажет оған. Мысалы, дәл қазір сіз асыр намазын оқи алмайсыз. Неге? Уақыты кірген жоқ. Онда тарауих намазды оқи аласыз ба қазір? Жоқ, Рамазан келу керек. Арафада тұрып дұға еткім келеді десең, Арафаға бару керек, Барлық құлшылығыңыз белгілі бір уақытқа, белгілі бір жерге шектеліп қалған дейді. Зікір ғана шектелмеген. Кез келген уақытта, кез келген жерде айта аласың дейді. Сол үшін де Алла тағала я айюхаллазина аману узкуруллаха зикран касира дейді. Иман келтіргендер, Алланы көптеп зікір етіңдер дейді. Зікір 4 халде болады. Біз зікір еткенде өзіміздің 4 состояниемізбен ғана зікір етеміз. Бірінші, біз Аллаға бойсынған кезде, қазір білім ізденіп атсыз, мынау сабақ сізге күшті ұнап атыр, сіз қазір Алладан не келсе де ләббайк дейтін дәрежеде тұрасыз. Неге? Өйткені сіздің қазір махаббатыңыз ашылып отыр Құдайға. Сол кезде қазір барлықтарыңыздың тілдеріңізде зікір тұр. Мен оны байқап отырмын. Еріндеріңіз жүбір етіп отыр негізі. Осы кезде біз Алланы зікір етеміз. Алла бізге сол кезде тауфиқ пен қабыл береді дейді. Тауфиқ деген бағанағы. Тағдырыңызға сіз қалаған нәрселердің сай келіп отыру. Қазір сіздің арман мақсаттарыңыз бар ғой. Мынандай нәрсе болса екен, мынандай болса екен. А вдруг сіз зікір етумен Алла сол сіздің арманыңызды қабыл алады ғой.
Алла да қалайды деген сөз. Екіншісі күнә жасағанда. Дейсіз да, уже күнә жасап қалайын білдіңіз. Мә, кеттім ау кеткен жерім деп. Сол күнә жасаған кезде, зікір еткен кезде, ол адам күнәсінен тыйылып, тәубеге қарай ұмтылады дейді. Егер ойлаңызшы, сіз күнә істеп, Алланы зікір етпесеңіз, вообще не болар едік онда? Үшінші, шүкір халде. Бір күшті подарка келгенде, немесе күшті бір жаңалық келген кезде біз не істейміз? Альхамдулилля, мен күткен жоқпын, Алла менің дұғам қалды. Кәдімгі ролиге кіріп кетеміз ғой, ше. Сол кезде дейді да, егер ол неғметі келсе, онда Аллаға шүкір етсін дейді. Төртіншісі, қиындықта. Сынақ келген кезде намазымыз ерекше болады, зікіріміз басқаша болады, оқылмаған Құран, шаң басып жатқан оны ашамыз, Міне, қиындық келген кезде біз сабырмен зікір етуіміз керек екен. Зікір етуші жалпы 5 қасиетке ие болады. Мысалы, біз Алланы зікір еткен кезде, мына 5 қасиет бізге қонады. Біріншісі, Алланың разылығы. Алланың разылығын алу бұл өте үлкен неғмет. Өйткені Құран-ы Кәрімде жәннатқа кірген пендені Алла не деп айтады? Ей, тынышталған нәпсі, сен маған разы болдың, мен саған разы болдым, жәннатқа кір деп айтады ғой. Ей, намаз оқыған, көп садақа берген деп айтқан жоқ та. Алла разы болған адам ғана ол жәннатқа кіреді. Разы болған адамның ғана дұғасы қабыл болады да. Сол үшін зікір етумен Алланың разылығын аласың деп тұр. Екіншісі, бой ұсынуға қызығушылығың артады. Алланы көп зікір ете берсеңіз, қосымша намаздарыңыз көбейеді, қосымша оразаларыңыз көбейеді, қосымша садақаларыңыз көбейеді. Адамдармен ренжісу, анау-мынау деген болмайды уже. Неге? Өйткені сіз Құдайға бойұсынып тұрсыз, тағдырға иман келтіріп тұрсыз. Одан кейін барып шайтаннан сақтанасыз. Әрине, Алла деп айтқан жерде ол болмайды, ол жоқ болады. Одан кейін жүрегіңіз жұмсарады. Сол кезде маған бір әйел жазды. Ұстаз, мен вообще жыламаймын дейді. Білмеймін, жүрегімнен шықпайды, жылай алмаймын мен дейді. Сол күні дейді, сол түні сіз дұға еткенде еңкілдеп жылап алдым. Жақсы болып қалдым дейді. Көрдіңіз, онан бәрі булығып ұсталып тұр ғой. Алланы зікір етумен жүрегі жұмсалған ғой. Ол жерде мен түріме қарап біреу жыламайды ғой. Алланы еске алумен да. Бесіншісі, күнәдан тыйылады. Ұстаз, осы ғайбат айтуды қалай қойсам болады? Осы өтірік айтуды қалай қойсам болады деп сұрап жүресіздер ғой. Алланы көп зікір етіңдер. Мына тіл жақсы нәрсені айта беріп, жаман нәрсені айтқысы келмей қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Ол кісі біреулерге уағыз айтып жатқан ғой. Сонда 3 топ адам кіріп келді дейді. Топ деген, енді 3-4 адамнан бір адамдар келді. Бірінші топ ашық отырған жерге келді да, отыра кетті дейді. Мысалы, ол да өйстіп уағыз айтып жатқан ғой. Сөйтіп 3-4 адам келді да, орын бар ма дейді, отыра кетті дейді. Екінші топ бұрылып артына келіп отырды. Ой, ят болады, мен тыныш отырайын деді да, артына барып отырды. Ұялды да, артына барып отырды. Үшінші топ кірді да, бұрылып қайтадан шығып кетті дейді. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уағызын аяқтағаннан кейін осы 3 топ туралы айтып берейін ба деді. Сонда сахабалар я деп айтқан кезде, бірінші топ пана іздеп келді, Алла тағалам оларды панасына алды дейді. Екінші топ ол ұялды да артына отырды, Алла тағалам да олардан ұялды дейді, азаптаудан. Үшінші топ бет бұрып кетті, Алла да олардан бет бұрып кетті дейді. Сол үшін де жиналып сабақ оқылып жатқан жерге барып, мен де бір нәрсе тыңдайыншы деп отыру Алла тағаламның панасына алады екен ғой. Ертең бізді азаптауға ұялады екен ғой Құдай. Отырған кезде, мен орным қайда деп осылай кірсек, онда тура Құдай тағаламды бізді де сөйтеді. Лұқман алейхиссалам, негізі Лұқманның даналығы өте күшті ғой. Алла тағалам оны дана қылып жаратты да. Енді қараңыз, сол өзінің баласына былай деп айтады. Балам, Алланы еске алып жатқан мәжіліске барып отыр. Егер ол жақта ғылым шығатын болса, сол ғылымнан пайда аласың.
егер ол жерден надандық шығып жататын болса, ол надандықты үйреніп, сен басқа адамға оны істемейсің, ол жаман екенін үйренесің. Мүмкін Алла тағалам сол Алланы еске алып жатқан жиында Алла мейірім берсе, сен де соған мейірімінен аласың. Балам, Алланы еске алмайтын ортаға отырма. Мейлі ол жерде ғылым айтылып жатса да. Ол жерде надандармен бірге отыратын болсаң, сен де күнәні жасайсың. Егер Алланы еске алмай тұрған жерге Алла ашуын беретін болса, сен де соған ілесіп қаласың дейді. Сол үшін Алланы еске алып жатқан орта сіздерге пайда береді деген сөз ғой. Тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады. Алла тағала осындай жиылып отқан адамдарға біле тұра періштелерін жібереді екен. Бұлар не үшін бұндай топ болып жиылып отыр деп. Сонда періштелер айтып барады екен. Алла сені еске алып жатыр, сені мақтап жатыр, сені дәріптеп жатыр, сені пәктеп жатыр деп айтады екен. Сонда олар не сұрап жатыр менен дейді екен. Енді біз дәріптеп жатыр қой, жәннатты сұрап жатыр дейді. Олар жәннатты көрді ма деп айтады екен. Егер олар көрсе, олар аш көзден тұрып сұрайтын еді дейді. Ал неден сақтанып жатыр десе, тозақтан. Тозақты көрді ма олар дейді екен. Сонда жоқ я Раббым, егер ол тозақты олар көретін болса, олар бет бұрып қашатын еді одан дейді. Онда мен сендерге сүйінші хабар жібер, мен оларды кешірдім, толықтай кешірдім күнәсінен дейді екен. Сонда періштелер айтады екен, я Раббым, оның ішінде бір адамдар бар, олар сені мақтау үшін, зікір ету үшін, сабақ алу үшін келген жоқ дейді. Жай өзінің қажеттілігін телефонды алсайшы деп, мысалы, кірген адамдар да бар да, мысалы. Немесе кірді да светті өшіре салайын деп кірген адамдар да бар да. Айтады екен. Ол қауымның барлығы бақытсыз болмайды деп айтады. Кааб ибн Ахбар, бұл кісі негізі бұрын еврей болғанда, ол исламға келген кезде сол кейбір хабарларды айтып беріп отқан, біздің кітабымызда осындай деп айтқан деген секілді. Сол үшін оны шариғат пен ақида мәселесінде қолданбаса да, уағыз мәселесінде, жаңағыдай мотивация беретін мәселеде ғалымдар оны қолдандырады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады хадисінде, еврейлердің алып келген сөздерін өтірікке де шығармаңдар, шындыққа да шығармаңдар деген сөзіне байланысты осы пәтуаны алады. Кааб ибн Ахбар былай деп айтады. Алла екі сөзді жазып, арштың астына оны тығып қойды. Ешқандай жаратылысты жаратпаған кезде осы екі сөзді жазып қойды. Бірақ мен соны білем дейді. Сіздерге айтып берейін дейді. Біріншісі, бір кісі бар дейді. Ол бүкіл жақсылықты істеп жүреді кісі. Жақсы амалдарды істеп жүреді. Мысалы, ол намаз оқиды, ораза ұстайды, садақа береді, күшті кісі да. Бірақ надандардың жиынына барып, солармен бірге отырады дейді. Күнәлармен көріп, мысалы, жаңағыдай күндіз иман, кешке иван болып жүреді да, жаңағы ше. Өзі шекпейді, бірақ, мысалы, кальян шекпейді, темек шекпейді, пиво ішпейді, бірақ солармен бірге отырады, мәз болып. Онда дейді, Алла тағала оның амалын қияметке дейін күнәһқарлармен бірге қылып, күнәһқарлармен бірге оятады дейді. Былай айтқанда оның жақсылық пайда бермейді деген сөз да. Екінші бір адам, ол күнәні істеген әбден түсінді да, мен қате істедім ғой деп, осындай жиынға келді да, бір нәрсе естіп, адам болайыншы мен, түзелейінші деп келді. Алла тағалам оны жақсылардың қатарынан жазып, ертең оны күнәсін жақсылыққа ауыстырып оятады дейді. Ойлаңыз. Күнә істеді, соның үшін оны жақсылыққа айландырып жібереді. Не себептен? Мәжіліске келіп, сөз тыңдап, түзелген себептен. Дана кісілер айтады, кім ғалымдармен отырып, бірақ сол жердегі сөздерді жаттап ала алмаса, есіне қондыра алмаса да, Алла тағалам 7 қасиет береді дейді. Мысалы, қазір біреулеріңіз жазып атсыздар, біреулеріңіз просто тыңдап отырғым келіп тұр дейсіздер да, біреулеріңіз жаттап алып отырсыздар қазір. Сол жерде арасында просто біреулер отыр да, оны қолмен көрсетіп айтпай қойын десең, отыр да, соның өзіне отырғаны үшін Алла тағалам 7 қасиет береді. Керемет. Біріншісі, білім алушылардың артықшылығы беріледі оған дейді. Біз алдында Оралда білім алудың артықшылығы туралы керемет уағыз айтқанбыз. Құдай қаласа соны тыңдағаннан кейін вообще мына жерде андай мотивация болады да сіздерге. Яғни білім алушының артықшылығы ол кәдімгі бүкіл періштелер сізге қызмет етеді да. Бүкіл жаратылыс қызмет етеді, ойлаңыз. Екінші,
олармен отырған кезде сіз күнәдан аманда болып қамауда отырасыз дейді. Қазір мысалы сіз Алламен сырласуға келдіңіз. Маған келуге алдын 1 сағат алдын келдіңіз, сағат 1-лерде. Примерно сағат 4-те 5-те шығасыз. Сонда осы сағаттардың ішінде сіз барып біреумен телефонмен боқтасып қоюыңыз мүмкін еді, ұрсып қоюыңыз мүмкін еді, ғайбат айтып, сіз содан аманда болып қамалып отырдыңыз. Үшінші, ол үйінен шыққанда оған мейірім түседі дейді. Сіздер уже мен барамын деп үйден дайындалып жатқан кезде уже Алланың мейірімі түсіп тұрды ғой. Ал Алланың мейірімі бізге керек. Өйткені айтады ғой, жәннатқа тек қана Алланың мейірімімен кіреді деді. Төртінші, ол отырғанда оған мейірім мен береке беріледі дейді. Қазір қанша ақша тапсаң да берекесі болмаса, шайылып кетеді ғой. Алла берекесін беріп қойса, 1000 теңгенің өзі бәріне жетеді. Одан кейін тыңдап отыра берген сайын оған сауап жазылады дейді. Әнне. Одан кейін оларға разы болған періштелер қанатын төсет дейді. Одан кейін әр қадамына көтерілу, еселену болып, бір қадамынан жақсылығы жазылса, екінші қадамынан жамандығы өшіріліп жатады дейді. Енді тағы айтады, сосын дейді. Бұл жетеуімен ғана тоқтап қалған жоқ. Сосын 6 керемет беріледі тағы да дейді ғой. Қандай десе, ғалымдармен отырудың жақсы көргендігінің дәлелі болады ол дейді. Өйткені ғалымдар олар кімдер? Олар пайғамбарлардың мирасқорлары. Тіпті солардың мирасқорлар деген ұрпағы деген сөз ғой. Яғни сіз пайғамбарлардың ұрпағымен бірге отырды деген керемет беріледі. Сіз соларды сыйладыңыз деген керемет беріледі. Екінші, оған да ілесіп келгендерге ешқандай кемітпей сауап беріледі. Алла, мысалы, бәлкім мен білмейміз ғой, бізге сіздерге шығу жолында сауаптар беріп жатса, сіздер келіп оны да аласыздар ғой. Келгеніңіз үшін. Олардың біреуі кешірілсе, ол оған шапағатшы болады. Яғни осының ішінде бір құлы Алланың қазір мен түзеліп жаман әдетінен арылайыншы, Раббым деп отыр ғой біреу арасында. Сол адамға кешіріп берілсе, барлығына беріледі дейді. Бір адамның арқасынан мына жақта сіздер 500 адам алып кетейін деп тұрса. Одан кейін пасықтан жүрегі тазаланады. Пасық деген кім десеңіз, ол күнәһар емес, ол пасық. Пасық деген ол намаз оқып жүреді, бірақ зина жасай береді. Намаз оқып жүрсе де арақ іше береді. Аллаға серік келтірмейді. Алланың бұйрықтарын орындайды, бірақ күнәні істеп қоя береді. Сол пасықтық жүректен тазаланады екен. Салихалы білім алушылардың жолына кіреді. Білім иелерінің қатарынан болады екен да. Одан кейін барып, Алланың бұйрығын тұрғызушыларының қатарынан табылады дейді. Ойлаңыз, Алланың бұйрығын тұрғызушылар, ұстаздар, имамдар, дін қызметкерлері деп ойлайсыз қой, сіз келіп солардың да қатарынан болады екенсіз. Сонымен қанша болды? 7-ге 6-ны қосатын болсақ. 13 қасиет беріледі екен ғой. Альхамдулилля. Шынайы тақуалық періштедей пәк болу емес, күн сайын өзімен күресе отырып Аллаға қарай жүру. Мінсіз кітабы осы жолда саған жарық болар сөзсіз. Біз үнемі идеалды болуға тырысамыз. Мінсіз жар, мінсіз ана, мінсіз мұсылман болуға. Бірақ Алла бізге мінсіз бол демеді. Ол бізге тақуалыққа ұмтыл деді. Мінсіз осы жолда өзіңді жоғалтпай, шын мәнінде кім екеніңді табу үшін жазылған кітап. Жаныңды емдеп, жүрегіңе тыныштық тапқың келсе, мінсіз кітабы саған тура жол көрсетеді. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өт. Хадисте айтады, салихтармен отырған мәжілісте момынның 2000 күнәсі кешіріледі. Салихтармен отырған жақсырақ 1000 күнәні үйрететін жиналыстан қарағанда дейді. Омар радиаллаху анху былай деп айтады, кімнің қатесі таудай үлкен болып, солай үйінен шығып, ғылым тыңдап қорықса,
ойбай мына ғайбат деген масқара екен ғой мә деп мысалы ойланасың ғой. Күнәсіне өкінсе үйіне қайтқанша күнәсі жоқ болады дейді. Ғалымдардың мәжілісінен ажырамаңдар. Алла ешқандай бір жерді жаратқан жоқ, ғалымдардың мәжілісінен артық болатын дейді. Демек біз барғанымыздан ана жерде біз бәрібір бір нәрсе түйсігімізге енеді ғой. Біз түзеленеміз ғой. Сондықтан не істейміз? Ғалымдардың мәжілісін таңдауымыз керек. Дана кісілер былай деп айтады. Маған осы дана кісілердің сөздері өмірлік инсайт қой. Мынаның сөздерін адамдар сатады ғой кәдімгідей, андай бизнес мынандай бейтіндер сөйтіндер деп. Олар қараңыздаршы, олар өмірде оны қолданды, өздері өсиет етіп кетті да. Былай деп айтады. Кім 8 түрлі адаммен отыратын болса, 8 түрлі мінез қалыптастырып алады бойына дейді. Сосын айтады, досыңды көрсет, мен кім екенімді айтамын дейді ғой. Яғни сен ортаң қандай сондай. Біріншісі дейді, егер сен байлармен үнемі араласатын болсаң, қазір айтады ғой, богатый мышление болу үшін анау байлармен аралас, қалай олар өсті, өнді, сонда сен де байлардың қатарынан боласың дейді ғой. Ислам шариғатында бүйтіп айтып жатыр. Кім байлармен енді ол иманды бай болса жақсы ғой енді. Сонда бүйтіп айтып жатыр. Кім байлармен араласатын болса, Алла тағалам дүниеге деген махаббатын ашады ол адамның дейді. Тек қандай сол. Сен не үшін араласатсың олармен? Шынымен де богатый мышление болайын, ойбай малымды өсірейін деп, ешкім иманымды өсірейін деп байларға бармайды ғой. Сол үшін ол дүниеге деген махаббатын өсіреді. Екінші, кім кедейлермен отыратын болса, ол адамда шүкіршілік, разылық деген мінез өседі дейді. Сіз соған қарайсыз да, альхамдулилля, менде өзімнің төсегім бар. Аллаға шүкір, менің өзімнің бөлмем бар деп сіз не істейсіз? Шүкір айтасыз. Сол үшін кейде тәкаппарланып, дүниеге разы болмай, деп кеткен кезде жетімханаға бар. Қарттарға бар. Келінім мені тыңдамайды, бүйтпейді. Қарттар үйіне барып кел. Апатай, барып сояқты көріп кел. Келініңе шүкір айтасың. Күйеуім андай түрмеге барып кел. Қандай еркектер отыр бұл жерде. Балам мені тыңдамайды, кәмпит жей береді, жетімханаға барып кел. Олар ана ағса отыр. Деген сияқты, осындай біз өзімізді, балансымызды кішкене реттеу үшін өзімізден төмен болған адамға қарауымыз керек. Одан кейін сұлтандармен отыратын болса, яғни патшалар, жаңағыдай погондағы адамдар, ондай болатын болса, қатыгез жүрек болады дейді. Тәкаппарлық мінез көбейеді дейді. Өйткені олар біз деген кезде сізде ана жерде сондай бір несі ұрып кетеді, алтынның буы. Әйелдермен көп отыратын болса дейді, надандық пен шахуатты оятатын мінезін көбейеді дейді. Еркектер айтып жатыр да жаңағы. Анау сол үшін ғой, ана женский коллективтағы еркектер андай болып кетеді ғой. Ты чё? Бүйтіп андай гормондар өзгеріп кетеді ғой уже. Андай киім тігетін ер балалар уже андай бүйтіп саусақтары майысып сөйтіп кетеді ғой. Көрдіңіздер ме? Сол ішінде кейде мужской коллектив болады, арасында әйел адам жүреді. Сол жерде ана мен қылмынсып сөйлемейін дейді, ана әйел ағаш болып қалады ғой, еркек сияқты. Көрдіңіз ба? Өйткені орта сондай. Одан кейін кішкентай балалармен көп араласатын болсаң, ондай болатын болса, бос іспен сосын мазақталып сөйтіп жүресің дейді да. Сондай мінез қалыптасады. Прикол ұстап сөйтіп жүресің. Одан кейін фасықтармен отыратын болсаң, фасық дегеніміз жаңағыдай бұйрықты орындап жүреді, бірақ күнәні істеп қоя беретін адам. Онда күнәні ұятсыз жасайсың дейді. Ұялмай істей бересің дейді. Не болыпты? Қойшы, өмірге бірақ келді. Намаз оқи саламыз, Құдай мейірімді ғой, кешіреді деп қойып, жаңағы ол да енді күнәні істей береді да. Салихтармен отыратын болса, онда Аллаға бойұсыну, харамнан аулақ болу деген мінез қалыптасады дейді. Ал ғалымдармен отыратын болсаң, білімің, тақуалығың артады дейді. Енді қай мінезім артсын десең, сол ортаны тауып ал деген сөз. Дана ғалымдар айтады, үш нәрселік ұйқыны Алла жек көреді, және 3 нәрселік күлкіні Алла жек көреді. Қандай ұйқы екен? Біріншісі, осындай зікір ететін мәжілісте келіп біреулер ұйықтап атады ғой, соны жек көреді екен Алла. Екіншісі, таңнан кейін зікір ететін уақытта сол кезде ұйықтаған адамды, және құптанға дейінгі ұйықтаған адамды жек көреді екен Алла. Құптанды оқып барып сосын ұйықта дейді. Біз айтамыз ғой, ұйқым келіп тұр, бір ұйықтап алғаннан кейін оқимын. Таңда тұрасың ғой, не таң жоқ, не құптан жоқ.
Үшінші ұйқы ол парыз намаздарға ұйықтап қалу. Сол ұйқыны Алла жек көреді екен. Сонымен қанша ұйқы болды? 3 ұйқы. Енді 3 күлкі. Біріншісі жаназаның артында тұрып күлу. Сауап болды. Өлдің деген сияқты ше. Жаман да ол. Ешкім күлмейді ғой ол жерден. Екіншісі зікір мәжілісінде күлу. Енді анау енді күлдіртсе күлесің ғой, енді ана бірақ анандай отырып алып деп артта күліп басқа әңгімемен шұғылданып отыр. Ол күлкіні Алла жек көреді. Үшінші күлкі қабірде күлу. Осы 3 күлкі Алланың ашуын тудырады. Абу Яхья ибн Уарик былай деп айтады, бұл негізі дана кісі да. Бірінші ол айтады, 4 бізде проблема бар дейді. Бірінші проблема, егер такбирді жоғалтып алсақ, проблема дейді. Ол қалай дейсіз ғой? Такбир деген не? Аллаху акбар деген сөз. Демек, намазға дейін, жалпы намаз неше парызы бар? Рукүні. А? 6 ішкі және сыртқы. Ол 6-6-таудан болады, е? Қой, Атырауда бір үшін қаламыз ау. Сыртқы 6 парызы бар, ішкі 6 парызы бар. Егер соның біреуін тастап қойса не болады? Намазды қайтадан басынан оқу керек болады, е? Саху сәжде жүрмейді уже. Ал айтып беріңіздер деп сұрақ кеткенде ба? Қараңыздар, соның ішінде такбир айту деген бар. Аллаху акбар деген сөзді айту керек. Егер сіз соны айтпай қалдыңыз ба, намазыңыз намаз емес дейді. Көрдіңіз ба? Бір такбирді айтпауың проблема дейді да. Неге? Өйткені такбир айтпаса намаз ашылған жоқ. Сіз оған кірген жоқсыз әлі намазға. Екі жаққа сәлем беру намазды аяқтау. Міне, сол үшін такбирді жоғалту қиыншылық. Екіншісі, зікір мәжілісін өткізіп алу, ол да қиыншылық. Бағанал бері айтып жатырмыз, Алланы зікір еткендер, зікір етуге келген мәжілістегі адамдардың қандай күнәлары кешіріліп, дәрежелері өседі деген кезде, осыны естіген кезде, қабай нағып бармадым деген, ол да бір проблема екен. Үшінші, дұшпанның орнын жоғалту, ол да проблема. Ол қалай? Мысалы, сіз соғысып атсаңыз, сізге айтты да, олар қазір мына жаққа қарай келе жатыр, сендер мына жақтан алдынан шығыңдар десе, кесең жоқ да, өтірік айтып кеткен да. Қиыншылық па? Қиыншылық, сен артқа қайттан қайту керексің ба? Иә. Төртінші, Арафада тұруды өткізіп алу қиыншылық. Қажылыққа қанша мың теңген, 4-5 миллион теңгеңді төледің, бардың, ал қажылық деген ең бастысы не? Арафада тұру. Соны өткізіп алдың ба? Болды ғой, қиыншылық. Ұйықтап қалдың ба? О жерге тұрмай қалдың ба? Болды. Онда қажылығың қажылық емес та. Хадисте айтады, ғалымның бетіне қарап отыру ғибадат. Қағбаға қарап отыру ғибадат. Құранға қарап отыру ғибадат. Оқымасаң да. Просто жай қарап отырсың да. Сонымен бетіме қарап отырсыздар, қазір ғибадат жасап отырсыздар ғой сіздер негізі. Неге? Өйткені қарап отырған кезде сіз уже ойлана бастайсыз да. Сіз қарап отқанда сол адамның түріне қарап, әдемі ме, жаман ба қарап отқан жоқсыз. Сіздің ойыңызда кім нені алып келді, соны қарап отырсыз ғой қазір. Алланы зікір етуді алып келді ма, демек Алла туралы көп ойланып отырсыз да. Ей, мына бір қызға да бас берді, ми берді, маған да берді. Мен осындай болмады мен? Қойшы, мен бұдан кейін енді оқимын деген сияқты ой болып отқан шығар деп ойлаймын да енді. Андай емес. Сол үшін де қараңыздар, сол нәрсенің өзінде ғибадат деп жатыр. Сол Қағбаға барған кезде көп қарап алыңыздар. Хадисте айтады, кім ғалымды зиярат етуді білесіздер? Мағынасы білесіздер, зиярат ету, навещать дейміз ғой, барып соның қал жағдайын сұрау, или там ұстаз, маған бір уағыз айтасыз ба, маған бір дұға бересіз ба деген сияқты сондай ғой бір. Кім ғалымды зиярат ететін болса, ол мені зиярат етті дейді. Кім ғалыммен қол алысып амандасатын болса, менімен қол алысыпты дейді. Кім ғалыммен отырса, онда менімен отырды. Кім дейді, дүниеде менімен отырса, Алла
алла оны менімен қияметте жаннатта отырғызады дейді. Яғни қазір сіз ғалыммен, ғалым деп өзімді күшті қоймайыншы, жалпы басқа ғалымдармен отырсаңыздар, онда сіз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге отырған боласыздар дүниеде. Ал дүниеде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен отырсаңыздар, жәннатта да бірге отырасыздар дейді. Алла солай отырғызады дейді. Сол үшін де осындай сабақ, уағыз болып жатқан кезде мешіттерге үйеліңіздер. Барыңыздар, тыңдаңыздар, сіздер сауаттарыңызды ашасыздар. Сонымен қатар, мына жақта сіздің күнәңіз де жойылады, берекеңіз де келеді, дәрежеңіз де өседі. Былай айтқанда, қаншама күшті нәрселер болады екен. Сол үшін де осындай жиындарға көп барып тұрыңыздар. Өйткені бұл Аллаға жақындатады. Қателіктеріңізді кешіртеді, өзіңізде өміріңізге деген дұрыс таңдауды жасауды білесіздер.